like to chill with my Mercedes. See my Bentley, what I got with my two Phantoms had a baby. Ain't that crazy? Why you lazy? I get sofa like this. Сәлеметсіздер ме, құрметті менің көрермендерім. Мен бүгін сіздерге біздің ғаламшарымыздағы оң қауіпті жануарлар мен жәндіктерді айтып бергім келеді. Бастайық. 10-шы орында бізде аю бар. Көбісі адамдар аю өте тоқ және ол тез жүгіре алмайды деп ойлайды. Бірақ бұлай ойлайтын адамдар өте қатты қателеседі. Аю орманның бас иесі. Одан қашу да мүмкін емес. Ол өз жылдамдығын 55 км/сағатқа дейін дамыта алады. Және ағаштарға жақсы жорғалап міне де алады, және суда да керемет жүзе де алады. Жыл сайын аюдың кесірінен шамамен 20 шақтыдай адам зардап шегіп қаза табады. 9-шы орында акулалар тобы. Олардың ішіндегі ең қауіпті тобы ақ акулалар. Олардың салмағы 600-ден бастап 3200 кг-ға дейін. Ұзындығы 5 немесе 6 метр. Оның тісі қылыштың жүзінен де ұшты. Дамыта алатын жылдамдығы 35 км/сағат. Жыл сайын акулалардың кесірінен 100 шақтыдай адам зардап шегеді. 8-ші орында медуза. Медуза түрлеріне қарасан адамға қаупі жоқ сияқты. Бірақ ойлап көріңдерші, егер олардың қорғаныс механизмі болмаса, 650 миллион жыл бойы жер мұхитында өмір сүре алатын беді. Кейбір медузалардың шупыльцаларының ұшында тұншығу, құрысулар және жүрек тоқтауына әкелетін у бар. Ең қауіпті түрі морская оса деген. Оның уы бірнеше минуттың ішінде 60 адамды о дүниеге аттандыра алады. Жыл сайын медузалардың кесірінен 100 шақтыдай адам о дүниеге аттанады. 7-ші орында бегемот. Олар өз ауыз қуысын 180 градусқа ашай алады. Қайықты немесе адамды бір тістеп жуып алуға мүмкіндігі бар. 30-35 км жылдамдығын дамыта алады. Бегемотпен шайқасу мүмкін емес. Бұларға арыстандар да жақындамайды. Жыл сайын 100-ден астам адам бегемоттың құрбандарына айналады. 6-шы орында бізде піл. Адамдарға көбінесе қорғаныс мақсатында шабуыл жасайды. Және ол ашу үстінде өте қауіпті. Жыл сайын 300-500 шақтыдай адам пілдің кесірінен қаза табады. Олардың ішіндегі адам өлтіруден рахат алатын пілдер де болады. Белгілі дерек бойынша бір піл 5 жыл бойы Индиян ауылдарына шабуыл жасаған. Бұл хайуанды ұстауға дейін оның кесірінен 30 адам қаза тапқан. 5-ші орында крокодил. Бұл өте шыдамды аңшы. Ол күні бойы судың астында қозғалмай өз құрбанын күте алады. Оның құрбандарының көбісі Африканың ауыл тұрғындары. Өйткені олардың амалы жоқ. Ішетін суды өзендерден алуға мәжбүр. Жыл сайын крокодил 600-ден астам адамдарға өз зиянын тигізеді. 4-ші орында үлкен мышықтар. Арыстан, жолбарыстар және тағы басқалар. Жыл сайын олар адам санын 800-ге дейін қысқартып жатыр. Олардың жылдамдығы 100 км/сағатқа дейін дамыта алады. Олар нағыз аңшылар. Бірге бір қалған адамның тірі қалуы мүмкін емес. Бірақ сіз қазақ болсаңыз, сіздің жеңуіңізге мүмкіндік бар. Ал 3-ші орында шаяндар, орысша айтқанда скорпион. Олардың кесірінен жыл сайын 2000-дай адам қаза табады. Өзін қорғану мақсатында шабуыл жасайды. Көбінесе шөл далада кездеседі. Менің айтатын ақылым, аяқ киім киер алдында ішін тексеріп көріңіз. Мүмкін ол сонда қоныстанып қалған шығар. Оның бір ине ізгегі адамды сол бойда о дүниеге аттандырады. 2-ші орында жыландар. Олардың денелері өте икемді. Олардың улары адам денесіне тамыр арқылы тез тарайды. Сондықтан олардың улары адамға өте шыдамсыз ауру келтіреді. Жыл сайын олардың кесірінен 120 мың адам қаза табады. Ал 1-ші орында бізде маса. Сіздер ойламаған шығарсыздар маса 1-ші орын алатыны. Крокодил немесе арыстан сияқты жануарларды артта қалдырып. Статистикаға сүйенсек, жылына 3 миллионға дейін адам масаның кесірінен қаза табады. Маса ең керемет ауру таратқыш. Сонымен қатар рейтинг алдындағы қатысушылардан айырмашылығы, масалар полисті қоспағанда барлық жерде өмір сүре алады. Бұнымен мен өзім бейнеролигімді аяқтаймын. Сіздерге рахмет, көріскенше.
сау болыңыз, абай болыңыз.